Сәлем достар. Бүгінгі видеоны көріп отырған әрқайсыңызға көңілдеріңізге жылы шуақ, үйіңізге береке, жаңа жылдық мықты көңіл күй тілеймін. Қазір жылдың ең ерекше уақыты. Сыртта қар сықырлап, көшелерде шамдар жанып, адамдар асығыс жүрсе де жүздерінен бір үміт сезіледі. Ал үйдің ішінде ыстық шайдың иісі, мандариннің хош иісі, шыршаның жарығы, кішкентай кезден таныс бір атмосфера қайта оралады. Жаңа жыл дегенде біздің Қазақстанда бір нәрсе автоматты түрде еске түседі. Теледидардан қайта-қайта қосылатын, қанша көрсек те жалықпайтын, отбасыңмен бірге отырып көретін бір классика бар. Ол үйде жалғыз қалғанда. Иә, дәл сол фильм. Кейде біз бұл фильмді жаңа жылдық символ деп те қабылдаймыз. Бұл біздің жаңа жылдық дәстүріміз сияқты. Біреулер үшін салат оливье дәстүр, біреулер үшін шырша құру дәстүр, ал біз үшін үйде жалғыз қалғанда қосу дәстүр. Бір қызығы, бұл фильмді біз мың рет көрдік. Кейбір көріністерін жатқа білеміз, қақпандарын да білеміз, ұрылардың құлайтынын да білеміз, Кевиннің қандай жерге жүгіретінін де білеміз. Бірақ соған қарамастан бәрібір қосамыз, бәрібір күлеміз, бәрібір жүрек жылып қалады. Неге? Себебі бұл фильм жай ғана күлкі емес. Бұл фильмнің ішінде балалық шақтың нағыз иісі бар, оның ішінде үйдің жылуы бар, оның ішінде отбасы деген сезім бар, оның ішінде біз кейде ұмытып кететін қарапайым нәрсе бар. Жақындарың қасыңда болғанда өмірдің өзі басқа болып кетеді. Ал енді ойлап қарасаңыз, үйде жалғыз қалғанда бір жағына өте күлкілі, бірақ екінші жағынан өте мұңды. Себебі бұл жерде бір бала бар. Үйдің ортасында жүрген, бірақ ешкім тыңдамайтын, ешкім байқамайтын, өз орнын таба алмай жүрген бала. Оның арманы да ауыр емес, қиындау да емес, ол жай ғана мені түсінсе екен дейді, мені байқаса екен дейді, мен де маңызды екенімді сезсем екен дейді. Осы сезімді кезінде көп бала сезді. Мүмкін дәл осы себептен Кевин бізге жақын. Ол біздің кішкентай кезіміздің ішкі дауысын сөйлетеді. Жаңа жыл уақыты, эмоция уақыты. Адамдар бір жылды қорытындылайды, өткеніне қарайды, бала кезін еске алады. Сол кезде дәл осындай фильмдер жүрекке басқа деңгейде өтеді. Себебі бұл кино бізге бір-ақ нәрсені айтады: үйдің қадірін біл. Тіпті кейде өміріңнің ең үлкен бақыты үйіңе кіріп келіп анаңның дауысын есту, әкеңнің қалжыңын көру, бауырларыңның шуын тыңдау. Біреу үшін бұл шудың өзі бақыт. Бүгінгі видеода біз осы екі классиканы алғашқы екі бөлімді толық еске түсіреміз. Тек сюжет айтып шыға салмаймыз. Біз бұл фильмдер қалай пайда болды, идеясы қайдан шықты, неге дәл осы актерлар таңдалды, қандай қызықты фактілер бар. Бірінші бөлімнің жүрегі неде, екінші бөлім Нью-Йоркты қалай жаңа жылдық ертегіге айналдырды. Барлығын ретімен, мағыналы түрде талдап шығамыз. Ал ең бастысы, екі фильмнің оқиғасын толық баяндаймыз. Бірақ жай ғана мынандай болды, анандай болды деп емес, біз көрермен болып қайтадан сол балалық әлемге кіргендей, кадр көріністерді көз алдымызға елестеткендей, ең күлкілі жерлерінде, ең жылы жерлерінде, ішіңе бір түйін болатын жерлерінде бірге сезінетіндей етіп айтамыз. Себебі үйде жалғыз қалғанда бір ғана баланың ұрыларымен күресі емес, бұл баланың өз қорқынышымен күресі, бұл жалғыздықпен күресі, бұл үйді қорғау ғана емес, жүректегі үйдің қадірін түсіну. Ал бірінші фильмнің соңындағы ең басты жеңіс ұрыларды жеңуі емес, ең басты жеңіс отбасының қайта жиналуы. Бір кезде кетіңдер бәрің деген бала соңында тек бәріміз бірге болсақ екен деп тілейді. Ал екінші бөлім бұл да жай ғана жалғасы емес, бұл басқа атмосфера. Бірінші бөлім үйдің жылуы, екінші бөлім үлкен қаланың сиқыры. Нью-Йорктағы жарқыраған шамдар, зәулім ғимараттар, қар, адамдардың асығыстығы, бәрі ертегі сияқты. Бірақ соның ішінде де бір бала жалғыз. Ол тағы да эмоцияның ортасында, тағы да сынақ, тағы да таңдау, тағы да мен кіммін, мені кім күтеді деген сұрақ. Осы видеоны көріп отырып, сіз мүмкін өз бала кезіңізді есіңізге аласыз. Мүмкін бір сәтке болса да жаңа жылдық көңіл күйіңіз көтеріліп қалады. Мүмкін үйдегілерге қарап, шүкір, осылары бар ғой деп іште ризашылық сезінесіз. Егер осы сезімдердің біреуін болсын бере алсам, мен үшін бұл видео өз мақсатына жетті деген сөз. Достар, ыңғайланып отырып алыңыздар, шайларыңызды құйып, жаңа жылдық жарықты қосып, атмосфера жасап алыңыздар. Себебі біз қазір нағыз жаңа жылдық кинолық классикаға сапар шегеміз. Ал енді бастайық. Үйде жалғыз қалғанда фильмі қалай пайда болды? Бұл идеяны кім ойлап тапты? Неге дәл осы фильм әлемдік феноменге айналды? Және ең қызығы, ол бастапқыда мүлдем басқаша болуы да мүмкін еді.
Үйде жалғыз қалғанда деген атауды естіген сәтте-ақ көз алдымызға бірден шырша, қар, мандарин, үйдің жылуы келеді ғой. Бірақ осы классика өмірге қалай келді деп ойлап көрдіңіз бе? Бұл фильм бір күні бір студияда отырып жаңа жылға бір комедия түсірейік деген жай жоспардан туған жоқ. Оның бастауы өте қарапайым, тіпті бізге ұқсас бір жағдайдан туған. Сценарист әрі продюсер Джон Хьюз бір сапарға жиналып жатып, чемоданға не саламын деп тізім жасап жүргенде, мына нәрсені ұмытпау керек, ана нәрсені ұмытпау керек деп ойлап отырғанда, бір сәтте өз-өзіне балаларымды ұмытып кетпесем болды деп қояды. Сөйтіп, сол ойдың ішінен бір сұрақ шығады. Егер бір 10 жастағы баланы үйде ұмытып кетсем, не болады? Міне, фильмнің ең алғашқы ұшқыны осылай пайда болған. Сол сәттен бастап бұл идея бірақ сұрақ болып қалмайды. Керісінше қардың домаланғанындай үлкейіп кетеді. Егер бала жалғыз қалса қорқа ма, әлде керісінше өзін еркін сезіне ме, үйдің ішін патшалық қылып алады ма, тамақты қалай істейді, түнде дыбыстан шоши ма? Ал ең қызығы, егер дәл сол күні үйге біреу бұзақылықпен кірмек болсашы, бала не істейді? Жасы 10-да болса да ақылы бар ғой, амал таба ма? Сөйтіп Джон Хьюз ойды қуа береді. Бір ойлайды, екінші ойлайды, жалғасында қарапайым отбасы оқиғасы нағыз киноға айналатын үлкен механизм болып құралады. Енді осы жерде бір маңызды нәрсені түсініп алайық. Үйде жалғыз қалғанда комедия болғанымен оның жүрегі шынайы өмірден алынған. Ол жерде үлкен идея жоқ сияқты көрінеді, бірақ адамдарды ұстап тұратын нәрсе дәл сол таныс сезімдер. Біз де бірде сапарға жиналамыз. Үй ішіміз абыр-сабыр болады. Біреу бір нәрсесін жоғалтады, біреу кешігіп қалады, біреу ренжіп қояды. Дәл осы қарапайым хаос фильмнің ең мықты қаруы. Ал сценарийдің жазылуына келсек, қызығы Джон Хьюз бұл сценарийді өте жылдам жазғаны жиі айтылады. Яғни идея бір келгеннен кейін оны ұзақ жыл күттіріп қоймаған, жазып тастаған. Өйткені ол кезеңде Хьюздің отбасылық, жасөспірімдік, үй ішіндегі драманы жүрекке тигізіп жазатын стилі қалыптасып қойған еді. Бірақ сценарий дайын болғанымен фильм бірден түсіріле салған жоқ. Ең қызығы енді басталады. Кино әлемінде идея күшті болса да, студия сенбесе, кино тоқтап қалады. Басында жобаны белгілі бір студия көтереді, кейін бюджетке келгенде келіспей қалуы мүмкін. Дәл осы үйде жалғыз қалғанда фильмінде де сондай жағдай болғаны айтылып жүр. Бюджетке қатысты дау болып, бір студия жобадан бас тартудың алдында тұрады, ал дәл сол сәтте басқа студия кіріп жобаны алып кетеді. Сөйтіп фильм өмірге келеді. Міне, мұнда бір сабақ бар. Кейде классика болайын деп тұрған дүние жай ғана бір келісімнің ар жағында жоғалып кетуі мүмкін еді. Енді режиссер мәселесіне келейік. Көп адам бұл фильмді көріп, мұны түсірген адам бала психологиясын жақсы түсінген дейді. Себебі біз Кевинді тек күлкі үшін жүгіріп жүретін бала ретінде көрмейміз. Біз оның жалғыз қалғанда қорқуында, өзін батыр сезінуінде, жанының нәзік жерінде сеземіз. Сол эмоцияны экранға дұрыс жеткізу үшін режиссер керек болды. Нәтижесінде бұл фильмді Крис Коламбус түсірді. Крис Коламбус дәл сол кезде жүрекке жақын отбасы атмосферасын ұстай алатын режиссер. Ол фильмді жай ғана гэг-комедия қылмай, оған жылы қабат қосады. Мысалы, Кевиннің көршісі қарт кісі туралы линия. Көп адам балалықта ол қарт адамды қызық қосымша кейіпкер деп қабылдады, бірақ есейгенде түсінесің, ол фильмнің жүрегі. Ол арқылы фильм тек қақпан ғана емес, мейірім, кешірім, жалғыздық, түсінісу туралы болып кетеді. Ал енді кастинг. Мұнда ең басты сұрақ, Кевинді кім ойнайды? Себебі Кевин дұрыс шықпаса, бүкіл фильм құлайды. Бұл рөлге түскен бала көрерменді өзіне сендіруі керек. Бір жағынан ол кішкентай, бір жағынан ақылды, бір жағынан ерке, бір жағынан жүрегі таза. Нәтижесінде біз бәріміз білетін Макалей Калкин таңдалады. Бұл жерде де қызық бір байланыс бар. Джон Хьюз бұған дейінде Калкинді көрген, баланың харизмасы бар екенін сезген. Сондықтан дәл осы фильмнің кілті сол балаға бұйырады. Міне, содан кейін бәрі бір-біріне құлып пен кілт сияқты сәйкес келе бастайды. Хьюздің идеясы бар, Коламбустың жылуы бар, Калкиннің табиғи ойыны бар. Енді осының бәрін жаңашылдық ертегіге айналдыратын тағы бір нәрсе керек. Ол музыка. Фильмнің музыкасын Джон Уильямс жазғанын білесіз бе? Иә, дәл сол адам. Кино тарихындағы ең ірі композиторлардың бірі. Сондықтан үйде жалғыз қалғанда бізге жай ғана күлкі емес, мерекелік шынайы сезім сияқты естіледі. Музыка қосылғанда үйдің іші жылынып кеткендей болады. Тағы бір маңызды деталь. Бұл фильмнің әсері CGI мен жасалған жоқ. Қазіргідей компьютер
компьютермен бәрін жасап береміз деп салатын заман емес. Сондықтан қақпандардың көбі құлау, тайғанау, ауырсынғандай көрінетін комедиялық моменттер бәрі практикалық тәсілмен жасалды. Сол себептен де ол көріністердің салмағы бар. Көрермен оған сенеді, бәрі нағыз болғандай көрінеді. Ал енді фильмнің коммерциялық тағдырына келейік. Студия бір нәрсеге сенгенде ғана үлкен күш салады ғой, бірақ кейде бір фильм тіпті өз жасаушыларын да таңғалдырады. Үйде жалғыз қалғанда дәл сондай болды. Ол өте үлкен касса жинап, Солтүстік Америкада да, әлем бойынша да феноменге айналды. Өндіріс бюджеті шамамен 18 миллион төңірегінде болса, әлемдік табысы 100 миллионға жетті. Жалпы әлем бойынша шамамен 476 миллион доллар жинағаны көрсетіледі. Сол сәттен бастап үйде жалғыз қалғанда жай фильм емес, жаңа жылдық дәстүр деңгейіне шығады. Кинотеатрдан кейін де ол теледидарға, үйдегі кассетаға, кейін дискіге, кейін интернетке көшсе де, әр жаңа жылда қайта тіріліп отыратын мерекелік ритуалға айналады. Бізде ғана емес, әлемнің көптеген елінде дәл солай, бірақ Қазақстанда бұл фильмнің орны ерекше. Себебі бізде жаңа жыл мәдениеті көбіне үйде, отбасымен, бір дастарханмен, бір экранның алдында бірігумен байланысты, ал үйде жалғыз қалғанда дәл осы сезімді күшейтеді. Енді бірінші фильм осылай жарылыс жасағаннан кейін екінші бөлімнің тууы заңды болды. Бірақ сиквел жасау өте қауіпті нәрсе, себебі көрермен бірінші бөлімді сүйіп қалды, ал екінші бөлім соның көшірмесі болып қалса, көңіл суып кетеді, артық екен деп салады. Сондықтан командаға бұл жолы тағы бір идея керек болды. Масштабты үлкейту, кеңістікті өзгерту, бірақ Кевиннің эмоциясын жоғалтпау. Сөйтіп олар үйдің орнына үлкен қаланы таңдайды. Бұл Нью-Йорк. Үйде жалғыз қалғанда 2 Нью-Йоркте жоғалған. Дәл сол жылы, дәл сол атмосфера, бірақ энергиясы басқа. Бұл жолы Кевиннің қарсыласы тек ұрылар емес, үлкен қаланың өзі. Биік ғимарат, бөтен адамдар, шулы көшелер, бірақ соның ішінде де ертегі бар. Бұл фильмнің бюджеті де өсті, шамамен 28 миллион доллар деп беріледі, ал әлемдік табысы да өте жоғары болды, шамамен 359 миллион доллар. Міне достар, қысқасы, үйде жалғыз қалғанда жай ғана сәтті идея емес, ол өмірден туған сұрақтан басталып, дұрыс командаға, дұрыс актерге, дұрыс музыкаға, дұрыс эмоцияға жиналғандықтан классикаға айналған кино. Ал енді ең тәтті жеріне келдік. Осы тарихи негізді түсіндік. Енді біз бірінші бөлімнің өзіне кіреміз. Бәрі қалай басталды? МакКаллистер үйінде қандай хаос болды? Кевин неге ренжіді және бір түнде сол үй қалай кішкентай батырдың қамалына айналды? Қазір соның бәрін бір-бірлеп кадр сияқты көз алдыңа келтіріп баяндап шығамыз. Бәрі дәл жаңа жыл қарсаңындағы таныс күйбеңмен басталады. МакКаллистерлердің үйі кәдімгі бір отбасының үйі емес, бұл үй дәл сол күні шағын әуежай сияқты. Бәрі асығып жүр. Біреу чемодан сүйреп барады, біреуі шұлық іздеп жүр. Балалардың бірі айқайлап қалады, екіншісі бір нәрсені сындырып алады. Ана жақта телефон шырылдайды, мына жақта біреу душтан шықпай жатыр. Ал ас үйде тамақ, үстелде билет, тізім, құжат, бәрі араласып кеткен. Дәл осы көрініс бізге бірден фильмнің энергиясын береді. Бұл жаңа жыл алдындағы үйдің нағыз хаосы, бірақ сол хаостың ішінде жылу да бар, күлкі де бар, үйдің тіршілігі бар. Өйткені үлкен отбасы деген дәл осындай, сырттай шу, ішінде жүрек. Кевин МакКаллистер сол үйдің ең кішілерінің бірі, бірақ дәл сол күні ол өзін ең артық адам сияқты сезінеді. Біреу оған сен кішкентайсың дейді, біреу жолама дейді, біреу бәрін бүлдіресің дейді, ал үлкен ағалары мен әпкелері сенімен ешкім айналыспайды деген түр танытады. Кевин ішінен тұншығып барады, себебі ол өзін шынымен тыңдайтын ешкім жоқтай көреді. Ол да адамның баласы, оның да көңілі бар, оның да ашуы бар. Дәл осы жерде фильмнің ең маңызды шындығы көрінеді. Кейде балаға ең ауыр нәрсе жалғыз қалу емес, отбасының ішінде жүріп өзін жалғыз сезіну. Сосын бір сәтте бәрі шегіне жетеді. Ас ішетін сәтте ұсақ-түйек бір жағдай үлкен дауға айналып кетеді. Біреу бір нәрсе деп қалады, Кевин қарсы жауап қайтарып қалады. Үстел үстіндегі атмосфера бір-ақ секундта өзгеріп кетеді. Анасы қатты кетіп Кевинді жазалайды. Оны бөлмесіне, жоғары қабатқа жалғыз жібереді. Сол сәтте Кевин ашумен, ренішпен, өкпемен бір ғана нәрсені айтады. Бұл сөз көп баланың жүрегінде болған сөз. Мен сендерді жек көремін, мен жалғыз қалғым келеді. Сендер жоқ болып кетсеңдер ғой.
Ол бұл сөзді шын тілегі ретінде емес ашумен айтады. Бірақ дәл жаңа жыл түнінің сиқыры сияқты, дәл сол түні ол өзінің айтқан сөзінің ертең қалай шындыққа айналатынын елестетпейді. Сол түні үй тынышталады. Бәрі ертеңге ұшуға дайындалып ұйқыға кетеді. Ал түнде тағы бір маңызды нәрсе болады. Ауа райы, жел, жарық, дыбыс, бәрі бір сәтке бір нәрсе болатындай әсер береді. Тіпті көрермен ретінде бізді сеземіз. Ертең таңертең бұл үй басқаша оянады. Және дәл солай болады. Таң атқанда бәрі тағы да асығыс, тағы да қарбалас, дабыл, жүгіріс, санақ, чемодандар, балалардың дауысы, бірін-бірі іздеу. Ал дәл сол абыр-сабырдың ішінде ең қорқынышты, ең күлкілі қателік орын алады. Кевинді үйде ұмытып кетеді. Міне, осы жерде фильмнің ең күшті психологиясы басталады. Өйткені Кевин көзін ашады, үй тып-тыныш, ешкімнің дауысы жоқ, ас үйде ешкім жоқ, дәлізде аяқ дыбысы жоқ, телевизорда қосылмаған. Ол алдымен мән бермейді. Сосын бір бөлмеге кіреді, бос, екіншісіне кіреді, бос, үшіншісіне кіреді, тағы да бос. Ол анасының атын айтады, ешкім жауап бермейді. Сол сәтте бір-ақ секундта баланың бойын екі түрлі сезім жаулап алады. Біріншісі қорқыныш, өйткені мен жалғызбын деген ой бірден суық болып кіреді. Ал екіншісі қуаныш, өйткені мен жалғызбын деген ой бірден еркіндік болып шығады. Және осы екі сезім фильмнің ең тәтті контрастына айналады. Кевин бірден өзінің патшалығын бастайды. Ол үйдің ішін еркін аралайды, ата-анасы рұқсат бермейтін нәрселерді істейді, тәтті жейді, төсекке секіреді, теледидарды дауыстап қояды, өзіне керегін алады. Тіпті мен енді бәрін өзім істеймін деген үлкен адамның кейпіне кіреді. Дәл осы жерлерде көрермен күледі, өйткені бала кезде бәріміздің ішімізде сондай арман болған. Үйде бір күн жалғыз қалсам ғой. Бірақ фильм ақырын ғана бізді басқа жаққа бұрады. Өйткені еркіндік дегеннің екінші беті бар, жалғыздық. Ал жалғыздықтың ішінде түнде бар, дыбыста бар, қорқынышта бар. Күн бата бастағанда үйдің ішіндегі бәрі өзгере бастайды. Күндізгі көңілді еркіндік кешке қарай тып-тыныштыққа айналады. Есіктің сыртынан желдің дыбысы, терезеге соққан ағаштың көлеңкесі, бір бұрыштағы қараңғы, жертөледен естілген сияқты бір сықыр, бәрі Кевиннің қиялын қоздырады. Ол өзі батыр болып жүрсе де, ол әлі бала. Ал бала үшін түн бөлек әлем. Оның үстіне Кевин көршісінен де қорқады. Қарт, үнсіз көрінетін, сырттай қорқынышты көршісі бар. Кевин оны бұрыннан қорқынышты адам деп ойлап жүрген. Сол себепті сыртқа шығуға да, көмек сұрауға да жүрексінеді. Ал дәл осы уақытта біз басқа линияны көреміз. Үйдің сыртында екі адам жүр. Олар үй-үйді бақылап жүр. Біреуі ұзын бойлы, біреуі аласа. Сырттай күлкілі, бірақ олардың мақсаты қауіпті. Олар ұры. Олар жаңа жыл мерекесінде адамдар қала сыртына кеткенде, үйлер бос қалған кезде тонауды жоспарлап жүрген ылғал қарақшылар. Олар үйлердің қайсысы бос екенін тексереді. Есік алдында қар тазаланбаған үйді аңдиды, жарық жанбайтын үйді байқайды. Ал МакКаллистердің үйі дәл солардың көзіне бірінші болып түседі. Өйткені бұл үй үлкен, іші бай, және де бос сияқты көрінеді. Сол сәттен бастап фильмнің тонусы өзгереді. Бұл енді тек күлкі емес, бұл енді ойын емес, бұл жерде қауіп бар. Бірақ фильм бізге қорқынышты жаны сияқты емес, комедия сияқты береді. Өйткені ұрылар да тым ақылды мафиози емес, олар тым өзіне сеніп кеткен, өздерін кәсіпқой санайтын, бірақ өздеріне қажет кезде ақымақтыққа ұрынып қалатын адамдар. Ал Кевин дәл осы қарсыластарға қарсы кішкентай генерал болып шығады. Кевин бір күннен кейін анасының үйде жоқтығы әдеттегі жағдай емес екенін түсіне бастайды. Телефон соқса да байланыса алмайды. Үлкен үйдің ішінде жалғыз қалып, дүкенге өзі баруға мәжбүр болады. Дүкенде үлкен адамдардың арасында жүріп, өзін ер жеткендей сезінеді. Бірақ ішінде бәрібір бір үрей бар. Сондықтан ол үйге қайтып келгенде есік терезені тексеріп, қауіпсіздік туралы ойлай бастайды. Дәл осы жерден бастап Кевин ойыншы қақпан емес, нақты қорғаныс жоспарына көшеді. Ал анасы жағында не болып жатыр? Бұл да өте маңызды, өйткені фильм тек баланың приключениясы емес, бұл ананың жүрегін көрсететін фильм. Анасы ұшақта отырып бір сәтте Кевин қайда деп ойлайды. Сол бір секундтағы оның жүрегі суып кетеді. Өйткені ол бір нәрсені сезеді. Адамның түйсігі бар ғой. Ана бірден тіксініп, санап, қайта санап, есіне түсіріп, ең соңында шындыққа келеді. Кевин үйде қалды. Бұл сәт фильмнің ең ауыр жерлерінің бірі. Өйткені біз күлкі көріп отырсақ та, дәл осы жер ананың қорқынышы болып жүрекке тиеді.
Содан бастап анасы үйге қайту үшін бәрін жасайды. Рейс іздейді, кезек күтеді, ақша төлейді, көлік сұрайды, кімді болса да тоқтатады. Яғни ана үшін жол. Бұл енді жай жол емес, бұл балама жету деген миссия. Кевин болса өз әлемінде. Ол бір жағынан мен бақыттымын деп жүр, бірақ бір жағынан үйді торуылдап жүрген ұрылардың барын сезеді. Алдымен ол жай күдіктенеді, сосын нақты байқайды. Біреу есікті тексеріп жүргендей, біреу терезеге қарап жүргендей. Осы сәтте Кевиннің ішінде бала емес, ішіндегі батыр оянады. Және ең қызығы, ол үлкендер сияқты полиция шақырып құтылып кетпейді. Ол мен өз үйімді қорғаймын дейді. Бұл сөздің ішінде баланың ойыншыққа ұқсас сенімі бар, бірақ сол сенім оны күшті етеді. Сосын біз фильмнің ең атақты бөлігіне келеміз. Дайындық, қақпан құру, жоспар жасау, үйдің ішін шайқас алаңына айналдыру. Кевин үйдің әр бұрышын карта сияқты біледі. Қай жер тайғақ, қай жерде баспалдақ, қай жерде есік, қай жерде жіп тартса болады, қай жерде бояу құйса болады. Ол үлкендердің көзқарасымен емес, баланың қиялымен ойлайды. Сондықтан оның қорғанысы күтпеген жерден болады. Бұл жерде фильмнің ең тамаша идеясы жатыр. Үлкен адам логикамен келеді, ал бала фантазиямен қарсы тұрады. Фантазия кейде мықтырақ болып кетеді. Ұрылар түнде келеді, олар өзін жеңімпаз санайды, өйткені үй бос деп ойлайды. Ал үйдің ішінде бір бала барын олар білсе де оны жеңіл деп есептейді. Дәл осы олардың ең үлкен қателігі. Олар есіктен кірген сәттен бастап-ақ бірінен соң бірі сәтсіздікке ұрына бастайды. Бір қадам жасайды, тайып құлайды. Бір баспалдаққа шығады, ауырсынатын жағдайға түседі. Бір есік ашам дейді, күтпеген соққы. Бір терезе жаққа барады, тағы бір тосын. Көрермен күледі, өйткені бәрі комедия сияқты, бірақ Кевиннің жүрегі дүрсілдеп тұр. Ол да қорқады, бірақ ол қорқыныштан қашпайды. Қорқынышын әрекетке айналдырады. Міне, батырлық деген осы. Қорықпау емес, қорықсаң да тоқтамау. Осы шайқас кезінде фильм бізге бір маңызды нәрсені байқатады. Кевин тек өзін қорғап жүрген жоқ, ол үйін қорғап жүр. Яғни үй деген ол үшін тек қабырға емес, ол отбасының орны. Ол анасының күлкісі, әкесінің дауысы, дастархан, мерекелік кеш, қысқасы оның балалығының мекені. Сондықтан ол үйді қорғағанда өзінің балалығын қорғап тұрғандай болады. Бірақ бір сәтте бәрі тым қиын болып кетеді. Ұрылар қанша күлкілі болса да, олар бәрібір ересек адамдар. Күштері бар, ашуланады, Кевин қашуға мәжбүр болады. Ол үйден шығып, түнгі қардың үстімен жүгіріп, қалтырап, жаны қысылып, енді тығыла қоятын жер іздейді. Дәл осы жерде фильмнің ең жүрекке тиетін бөлігі келеді. Кевиннің көрші қарт адаммен кездесуі. Көрші қарт адам сырттай суық, үнсіз, қорқынышты көрінеді. Бірақ Кевин онымен сөйлескенде біз басқа шындықты көреміз. Ол да жалғыз, оның да жүрегінде жара бар. Ол да бір кезде отбасымен ренжісіп қалған, өзінің баласымен сөйлеспей қойған, және жаңа жыл қарсаңында ол да ішінен бәрі жақсы болса екен деп тілейді. Міне, осы диалог фильмді тек комедия қылмай, адамдық драмаға көтеріп жібереді. Өйткені бұл жерде бір бала үлкен адамға үміт береді, ал бір үлкен адам балаға қорған болады. Кевин сол сәтте түсінеді, адамды сыртынан қорқынышты көріп, ішінен жаман деп ойлау қателік. Жүректің ішін білмей тұрып үкім шығару дұрыс емес. Соңғы қуғын кезінде ұрылар Кевинді ұстап алуға жақындайды. Дәл сол кезде қарт көрші келіп, оларды тоқтатады. Бұл фильмнің құтқарушы сәті, бірақ ол құтқарушы суперқаһарман емес, ол жай адам, жүрегі бар адам, жалғыздықта қатайып кеткен, бірақ ішінен мейірімді сақтап қалған адам. Сол арқылы фильм көмек күтпеген жерден келеді деген ойды береді. Оқиға аяқталған соң полиция келеді, ұрылар ұсталады, ал Кевин үйге қайта кіріп, бір сәтке үйдің ішінде жалғыз отырып қалады. Дәл сол сәтте оның ішінде барлық эмоция сыр береді. Ол кеше жалғыз болғаным жақсы деді, бірақ дәл қазір ол жалғыздықтан шаршады. Ол тек бір нәрсені қалайды, анасының келуін, отбасының қайта оралуын. Ол енді түсінді, отбасың кейде жүйкеңе тиеді, кейде ренжітеді, бірақ бәрібір олар сенің үйің. Таң атады, үйдің ішіне тыныштық қайта оралады. Содан кейін ең жылы, ең жаңа жылдық кадрлардың бірі келеді. Есік ашылады, анасы кіріп келеді. Кевин бір сәтке сенбей тұрады. Сосын екеуі бір-біріне жүгіреді. Құшақтасады. Бұл жерде сөз көп керек емес. Олар бір-бірінен кешірім сұрамаса да, құшақтың өзі кешірім болады. Ал артынан үйге отбасы түгел жинала бастайды. Бәрі тірі, бәрі аман, бәрі қайта бірге. Фильм осылай аяқталады, бірақ ең соңғы дәмі көрші қарттың да өз отбасымен қайта табысуы. Ол сыртта тұрып, немересін көріп, баласымен амандасып, жан дүниесі жылып тұрған сәтте біз түсінеміз. Бұл фильмдегі жеңіс ұрылардың жеңілісі емес, бұл фильмдегі жеңіс адамдардың
бір-біріне қайта оралуы, жүректің жұмсаруы, жалғыздықтың жеңілуі. Міне достар, үйде жалғыз қалғанда бірінші бөлімі осылайша жаңа жылдық комедия болып көрінгенімен, шынын мәнінде ол өте жылы, өте адамдық, өте жүрекке жақын фильм. Ол бізге бір нәрсені еске салады. Кейде ең үлкен байлық жаңа жыл түні үйіңде біреудің дауысы естілуі, біреудің күлуі, біреудің кел тамақ іш деуі. Өйткені өмірдің өзі сол сәттерден құралады. Бірінші бөлім әлемді жаңа жылдық классика деңгейінде баурап алғаннан кейін жалғасын түсіру бір жағына өте логикалық шешім сияқты көрінеді, бірақ екінші жағына өте қауіпті қадам. Өйткені көрермен бірінші бөлімді жүрегімен сүйіп қалды, ал екінші бөлім сол сүйікті сезімді бұзып алса, бәрі артық екен деп қабылдап кетуі мүмкін. Сондықтан жасаушылардың алдында бір ғана міндет тұрды. Бірінші бөлімнің жүрегін жоғалтпай, бірақ бәрібір жаңалық қосу, масштабты үлкейту, эмоцияны жаңа кеңістікке көшіру. Сөйтіп олар ең мықты шешім тапты. Үйдің орнына үлкен қала, тыныш көшенің орнына миллион шамы жанған мегаполис. Қысқасы, үйдің жылуын Нью-Йорктың ертегі атмосферасына апару. Екінші бөлімнің ең мықты жағы дәл сол. Біз қайтадан Кевинді көреміз. Қайтадан жаңа жыл, қайтадан отбасылық қарбалас. Бірақ бұл жолы қауіп үйге кірген ұрылар ғана емес. Қауіп үлкен қала, бөтен адамдар, белгісіз көшелер, сен ешкімді танымайтын әлем. Ал сол әлемде кішкентай бала жалғыз қалса, ол бұрынғыдан да күрделірек сынақ. Сондықтан бұл бөлімнің эмоциясы бірінші фильмнен сәл басқаша. Бірінші бөлім үйдің қадірі болса, екінші бөлім үлкен әлемде жүрегіңді жоғалтпау. Бәрі тағы да МакКаллистер үйінде басталады. Жаңа жылдық күйбең, балалардың дауысы, киім, қолғап, шапка, біреу шарфын жоғалтады, біреу билетін іздейді, бәрі асығыс. Бірақ бұл жолы олар басқа қалаға емес, демалысқа, туған туысқа, тағы да сапарға шығайын деп жатыр. Және дәл сол сәтте біз бір қызық нәрсені көреміз. Кевин бір жыл бұрынғы жағдайдан кейін енді ақылдырақ, бірақ бәрібір ол бала, бәрібір оның эмоциясы бар. Біреу үстінен күледі, біреу оның затын бүлдіреді. Кевин ашуланады. Үйдің ішінде ұрыс, реніш қайта тұтана жаздайды. Бірақ бұл жолы бәрі өткен жылғы жағдай қайталанбасын деген секілді сақ. Дегенмен тағдыр кейде дәл қайталамаса да басқа жолмен қайталайды. Сапар күні олар әуежайға келеді. Міне дәл осы жерден екінші фильмнің энергиясы басталады. Әуежай, адамдардың мұхиты, бір жақтан музыка, бір жақтан хабарландыру, бәрі жүгіріп жүр. Біреу билет ұстап, біреу чемодан сүйреп, ал үлкен отбасы үшін бұл хаос, және дәл осы хаостың ішінде Кевин адасып қалады. Ол бір сәтте әкесінің артынан еріп келе жатып, басқа адамның соңынан еріп кетеді. Өйткені бәрі бірдей пальто, бәрі бірдей киім, бәрі бірдей асығыс. Бір секунд және бала көзден жоғалады. Ол өз отбасы отырған ұшаққа емес, басқа рейске кіріп кетеді. Нәтижесінде ол мүлдем басқа қалаға, Нью-Йоркке ұшып кетеді. Ұшақ қонған кезде Кевин бірден-ақ бір нәрсені сезеді. Бұл жер Чикаго емес, бұл басқа әлем. Үлкен, салқын, жарығы көп, адамы көп. Ол алдымен қорқады, сосын ішінде бір таныс сезім оянады. Мен жалғызбын. Ал жалғыздықтың екінші беті тағы да еркіндік сияқты көрінеді. Дәл осы жерде Кевин бұрынғыдан да батыл болып кетеді. Өйткені ол өткен жылы үйде жалғыз қалып, бәрін өз күшімен шешіп көрді. Енді оған мен мұны да істей аламын деген сенім пайда болған. Сондықтан ол бірден жылап, жоғалып кеттім демейді. Керісінше өзін үлкен адам сияқты ұстап, жоспар құра бастайды. Оның қолында ең маңызды нәрсе бар. Әкесінің сөмкесінде қалған банк картасы, және Кевин дәл соны пайдаланып, Нью-Йорктың ортасындағы ең сәнді қонақ үйлердің біріне кіріп кетеді. Бұл жер нағыз ертегі сияқты. Есіктен кіргенде ақ жылтыраған зал, бай адамдар, қызметкерлердің сыпайылығы, шамдардың жарқырауы, шырша, музыка, дәл сол сәтте көрерменнің де ішіне бір сезім кіреді. Вау, бала өз ертегісін жасап жатыр. Ол өзін еркін ұстайды, қызметкерлермен сөйлеседі, бөлме алады, лифтпен көтеріледі, терезеден үлкен қаланы көреді. Кевин үшін бұл балалық арманның жүзеге асқан түрі. Ол бір сәтке өзін қала патшасы сияқты сезінеді. Бірақ бұл еркіндік ұзаққа бармайды. Өйткені үлкен қалада бәрі де оңай емес. Қонақ үйдің қызметкерлері Кевиннің жалғыз екенін, күмәнді әрекеттерін байқап қояды. Әсіресе қонақ үй менеджері мына балада біртүрлі нәрсе бар деп күдіктене бастайды. Ал Кевин болса өзінің балалық айласын іске қосады. Ол бір жыл бұрынғыдай тағы да ойлап табады, тағы да сценарий жасайды, қулықпен құтылып кетеді. Бірақ біз сеземіз, бұл жолы қауіп басқа, бұл жолы мәселе тек ұрылар емес, мәселе бүкіл қала.
Енді ең қызықты бұрылыс, Гарри мен Марв қайта оралады. Бірақ бұл жолы олар ылғал қарақшылар емес, түрмеден шыққаннан кейін өздері жабысқақ қарақшылар деп атап, Нью-Йоркте үлкен тонау жасауды жоспарлайды. Яғни бірінші бөлімде ұрылар үйді тонағысы келсе, екінші бөлімде олар тұтас қаланы мереке кезінде пайдаланып қалғысы келеді. Және тағдырдың ирониясы, Кевин дәл соларды көшеде көріп қалады. Оның жүрегі суып кетеді. Өйткені өткен жылғы қорқыныш бірден қайта оянады. Міне осы сәттен бастап фильмнің негізгі қақтығысы қайта жанданады. Кевин Гарри мен Марвқа қарсы. Кевин оларды аңдып жүріп, олардың қайда, қалай тонайтынын біліп қалады. Олардың жоспары үлкен ойыншық дүкенін тонау. Бұл дүкен жаңа жылдың символы сияқты. Витринада ойыншықтар, шырша, балалардың күлкісі, қайырымдылық атмосферасы. Ал ұрылар дәл соны бұзғысы келеді. Кевин үшін бұл жай дүкен емес, бұл мерекелік әлем. Сондықтан ол тағы да өз ішінен бір шешімге келеді. Мен бұларды тоқтатам. Осы жерде фильм бізге Кевиннің жүрегін ашады. Ол енді тек өзін қорғап жүрген жоқ, ол біреулердің қуанышын қорғап жүр. Ол әділет үшін әрекет жасап жүр, және дәл осы бөлімде Кевин кішкентай бала ғана емес, кішкентай батыр болып өседі. Бірақ достар, осы Нью-Йорктың ішінде тағы бір маңызды адам бар. Көгершін әйел, сырттай қарапайым, тіпті адамдар шошитын жалғыз жүретін әйел. Кевин алғашында одан да қорқады, бірақ кейін ол әйелмен сөйлескенде мүлдем басқа шындықты көреді. Ол да жалғыз, ол да өмірден жаралған, бірақ жүрегінде мейірім бар. Міне дәл осы кейіпкер екінші бөлімнің жүрек нүктесіне айналады. Өйткені ол арқылы фильм бізге тағы да бір ой айтады. Үлкен қалада адамдар көп болғанымен, жалғыздық одан да ауыр болуы мүмкін, ал жалғыздықты жеңетін жалғыз нәрсе адамдық жылу. Кевин көгершін әйелге жақындап, онымен сөйлесіп, оның өмірін түсінген сайын, біз Кевиннің өз ішіндегі өзгерісті көреміз. Ол өткен жылы көрші қарттан сабақ алды. Биыл көгершін әйелден сабақ алады. Яғни бұл фильмдер тек күлкі үшін емес, Кевинді адам қылып өсіретін жыл сайынғы өмір сабағы сияқты. Ал енді негізгі экшенге келейік. Ұрылар дүкенді тонайын деп жатқан түні Кевин оларды торға түсіру үшін тағы да жоспар құрады. Бірақ бұл жолы үй емес, бұл жолы басқа ғимарат, бос қалған ескі үй сияқты орын. Ол жерді Кевин қақпан сарайын айналдырады. Яғни бірінші бөлімдегі үйдің орнына үлкен қаладағы бос кеңістік. Бірақ принцип сол. Кевин кеңістікті карта сияқты көреді. Қай жерге не қою керек екенін алдын ала есептейді, және ұрылар оған кіргенде бәрі қайта басталады. Тайғанау, құлау, күйіну, айқай, бірақ көрермен үшін ол күлкі, ал Кевин үшін ол өмір мен өлім арасындағы ойын. Себебі үлкен қалада көмек те кешігіп келуі мүмкін. Ұрылар енді бұрынғыдан да ашулы, өйткені олар өткен жылы масқара болды. Биыл олар мұны бітірмей қоймаймыз деп келеді. Ал Кевин болса бұрынғыдан да айлакер. Ол бір қақпамен тоқтамайды. Ол ұрыларды бір бөлмеден бір бөлмеге айдап, өзіне ыңғайлы траектория жасайды. Олар бір қадам жасайды, күйіп қалады. Бір қадам жасайды, сырғанап кетеді. Тағы бір қадам жасайды, басына бір нәрсе түседі. Және дәл осы жерлерде фильмнің комедиялық физикасы жұмыс істейді. Бәрі тым әсерленген, сондықтан ол қатыгез көрінбей, мультфильм сияқты қабылданады. Көрермен қатты күледі, бірақ астында бір шындық жатыр. Кевин жанын салып жатыр. Ол қорқып тұр, бірақ тоқтамай тұр. Бір сәтте Кевинді ұстап алатын сияқты болады. Дәл сол сәтте құтқарушы қайтадан күтпеген жерден келеді. Көгершін әйел. Ол құстарымен бірге қолына алған затымен ұрыларды тоқтатып, Кевинді құтқарып қалады. Және бұл құтқаруда супер қаһармандық емес, бұл адамдық, мейірімдік. Дәл сол мейірім Нью-Йорк сияқты суық қалаға жылу береді. Оқиға шешілгеннен кейін Кевин бір керемет нәрсе істейді. Ол ойыншық дүкеннің иесіне көмектесіп, ұрылардың жоспарынан құтқарғанымен қатар қайырымдылыққа да үлес қосады. Яғни ол өзіне ғана емес, басқа балалардың қуанышына да ойлайды. Бұл Кевиннің өскенін көрсететін белгі. Ал енді ең эмоциялы жер. Кевиннің анасы тағы да ұлын іздеп, тағы да бүкіл әлеммен күресіп Нью-Йоркке жетеді. Дәл бірінші фильмдегідей ана жүрегі тыныштық таппайды. Ол баласын таппайынша тоқтамайды, және ең соңында олар қаладағы ең әдемі жерлердің бірінде шырша, қар, шамдар жанған жерде қайта қауышады. Ол сәтте екі фильмнің ортақ жүрегі тағы да қайталанады. Ана мен бала құшақтасқанда бүкіл әлем тоқтап қалғандай болады. Өйткені жаңа жылдағы ең басты сыйлық қымбат ойыншық емес, қымбат қонақ үй емес, ең бастысы амандық, бірге болу, үйге қайту. Сосын Кевин көгершін әйелді де ұмытпайды. Ол оған мейірім көрсетеді, сыйлық береді. Ең маңыздысы, сен жалғыз емессің деген сезімді береді. Дәл осы жер екінші фильмнің
фильмнің ең жылы нүктесі. Өйткені үлкен қалада адасып жүрген бала ең соңында біреудің жүрегін жылытып кетеді. Демек, Кевин бұл жолы тек өзін құтқарған жоқ, ол бір адамды да тірілтіп кетті. Фильм аяқталғанда Кевин тағы да үйіне оралады. Отбасы тағы да жиналады. Шу, күлкі, мереке, ал Кевиннің көзінде бір басқа түсінік бар. Ол енді еркіндіктің де, жалғыздықтың да бағасын білді. Ол енді үй дегеннің не екенін тереңірек сезді. Бірінші бөлімде ол үйді қорғады, екінші бөлімде ол жүрегін қорғады. Ал біз, көрермендер, тағы да бала кезімізге бір сапар жасап қайтамыз. Міне достар, үйде жалғыз қалғанда екі Нью-Йоркте жоғалған жаңа жылдық ертегі сияқты. Бірақ ертегінің ішінде өмірдің шындығы бар. Қала қанша үлкен болса да, жүрекке жылу керек. Адамдар қанша көп болса да, бір жылы сөз керек. Және қанша еркіндік болса да, ең соңында бәріміз үйге қайтқымыз келеді. Енді достар, біз екі фильмнің де оқиғасын қайтадан жүректен өткізіп шықтық. Енді ең қызықты сұраққа келейік. Қайсысы мықты деген сұрақ әр жаңа жыл сайын қайта туады. Біреу бірінші бөлім нағыз классика, одан артық жоқ дейді. Біреу екінші бөлім Нью-Йорктың атмосферасы үшін ең күшті дейді. Және шын мәнінде екеуінің де өз орнында бөлек сиқыры бар. Өйткені бұл екі фильм бір-бірін қайталамайды. Олар бір эмоцияны екі түрлі кеңістікте көрсетеді. Бірінші фильмнің күші оның қарапайымдылығында. Ол бізге үйдің ішін, отбасылық шуды, баланың ренішін, үйдің жылуын береді. Біз үшін үйде жалғыз қалғанда бірінші бөлімі бұл үйдің иісі, ас үйдің дыбысы, шырша тұрған бұрыш, анаңның киіміңді ки деп асықтырып жүргені, әкеңнің бір сәтке жымиып қарап қоятын көзқарасы, бауырларының шулағаны. Яғни бұл фильмнің ішінде үлкен қала жоқ, үлкен люкс жоқ, бірақ оның орнына ең басты нәрсе бар — үй. Ал жаңа жыл дегеннің өзі көбіне үйдің символы ғой. Ал бірінші бөлімде Кевиннің жеңісі де өте адамдық. Ол үйін қорғады, бірақ ең соңында ол ұрылардан да қаттырақ нәрсені жеңді. Өз ренішін жеңді. Өзінің сендер жоқ болып кетсеңдер ғой деген ашуын жеңді. Өйткені ол бір түнде отбасының қадірін түсінді, және бұл түсінік көрерменнің жүрегіне тікелей тиеді. Себебі біз де кейде жақындарымызды ренжітіп аламыз, кейде ашумен артық сөз айтып қоямыз, кейін сол сөз үшін іштей өкінеміз. Бірінші фильм бізге кешірім сұрауға кеш қалма деген ойды өте жұмсақ жеткізеді. Екінші фильмнің күші оның масштабында, атмосферасында, ертегі ұқсас жарығында. Нью-Йорктың жаңа жылдық бейнесінде ол фильмді көргенде адам «Вау, қала қандай әдемі» деп қана қоймайды, баланың арманы қандай қызық деп сезінеді. Өйткені Кевин бұл жерде тек үйде емес, әлемнің ортасында жүргенде, үлкен өмірдің ішіне кіріп кеткенде болады. Сондықтан екінші фильм приключение, қозғалыс, үлкен энергия. Бірақ екінші бөлімнің жүрегі де мықты. Көгершін әйел арқылы фильм жалғыздық тақырыбын тереңдетеді. Яғни бірінші бөлімде жалғыздық үйдің ішінде жалғыз қалу болса, екінші бөлімде жалғыздық адам көп жерде жалғыз қалу. Бұл өте ересек ой, және осы деталь екінші бөлімді жай ғана қайта қақпан емес, бөлек мәні бар фильм қылады. Комедия жағынан қарасақ, бірінші бөлімде күлкі, үйдің ішінде таныс кеңістікте жұмыс істейді. Сол себептен қақпандар үйдің қорғаудың логикасымен жүреді. Ал екінші бөлімде күлкі бұрынғыдан да әсірленген. Өйткені бұл жолы кеңістік басқа, қақпан да көп, әрекет те көп. Сондықтан екінші фильмді кейбір адамдар күлкілілеу дейді, ал кейбіреулер керісінше біріншінің табиғилығы күшті дейді. Және бұл жерде дұрысы, бұрысы жоқ, бұл талғам. Ал жаңа жылдық атмосфера тұрғысынан қарасақ, бірінші фильм үйдің жылы жаңа жылы, екінші фильм қаладағы жарқыраған жаңа жыл. Біріншісі сенің жүрегіңді құшақтап жылытса, екіншісі сенің көзіңді қуантады. Біріншісі сені балық шағыңа келсе, екіншісі сені арманыңа жақындатады. Сондықтан менің ойымша ең әділ жауап мынау: біріншісі негіз, екіншісі мерекелік қосымша сыйлық сияқты. Біріншісі болмаса, екіншісінің дәмі толық ашылмайды, ал екіншісі болмаса, жаңа жылдық көңіл күйдің масштабы сәл тарлау сезілуі мүмкін. Сондықтан екеуі бірге бір бүтін дәстүр. Енді ең мықты сұраққа келейік. Неге дәл осы екі фильм, дәл осы екі бөлім уақыт өтсе де жоғалмайды? Неге олар жаңа жыл сайын қайта тіріледі? Неге біз 1000 рет көріп қойсақ та қайтадан қосамыз? Бірінші себеп, бұл фильмдердің ішінде уақыт жоқ, яғни олар белгілі бір трендке байланып қалмаған. Олар адамның мәңгі өзгермейтін сезімдеріне байланып қалған. Бала кезіндегі реніш, ана жүрегінің қорқынышы, отбасының қадірі, жалғыздықтан қашу, кешірім, жылулық, осы сезімдер ешқашан ескірмейді. Жаңа телефон шықса да, жаңа платформа шықса да, адам жүрегінің базалық тілегі бар: үйімде жылу болса екен.
Екінші себеп фильмдердің атмосферасы. Оларды көргенде сен тек сюжет көрмейсің, сен бір күйге кіресің. Терезенің ар жағында қар жауып тұрғандай сезінесің, үйдің ішінде шам жанып тұрғандай сезінесің. Дәл сол мерекелік дыбыс пайда болады. Әрі ең қызығы, бұл атмосфера тек декорация емес, ол фильмнің ішкі эмоциясымен бірге жүріп отырады. Үшінші себеп Кевиннің бейнесі. Ол суперқахарман емес, ол байдың баласы болса да, оның ішкі сезімдері өте қарапайым. Ол ренжиді, қорқады, қателеседі, бірақ соған қарамай әрекет етеді. Яғни ол идеал емес, сол үшін шынайы, ал шынайы кейіпкер ғана халықтың жүрегінде қалады. Төртінші себеп комедияның қауіпсіздігі. Ұрылар күлкілі, бәрі әсірленген, сондықтан бұл фильмді үлкендер де, балалар да бірге қарай алады. Бір кадрда бала күледі, келесі кадрда үлкен адам күледі, үшінші кадрда екеуі де бірдей сезімге түседі. Міне, отбасылық фильм дегеннің күші осында. Бесінші себеп дәстүрдің өзі. Біз бір нәрсені жыл сайын қайталай берсек, ол жай контент болмай қалады. Ол ортақ естелікке айналады. Ал ортақ естелік өте қымбат нәрсе. Әсіресе біздің елде жаңа жылда отбасы болып бір үйге жиналу, дастархан басында отыру, теледидар қосу, бұның бәрі мәдениетімізге сіңіп кеткен. Сондықтан үйде жалғыз қалғанда бізге жай шетел фильм емес, біздің өз жаңа жылдық үйіміздің бір бөлшегі сияқты болып кеткен. Енді достар, осы екі фильмді қайтадан еске түсіріп отырып, бір нәрсені түсінесің. Үйде жалғыз қалғанда бізге күлкі сыйлау үшін ғана жасалмаған. Бұл фильмдер бізге жыл сайын бір еске салу үшін келеді. Дәл жаңа жылдың алдында адамдардың жүрегі жұмсарып тұрған кезде, өткенге қарайтын кезде, болашаққа үміт артатын кезде, бұл фильмдер бізге сыбырлап қана айтады: үйдің қадірін біл. Себебі бала кезде біз еркіндік армандаймыз. Бәрі мені тыңдаса екен дейміз, маған ешкім бұйырмаса екен дейміз. Кевин де солай деді, бірақ ол жалғыз қалған күні еркіндіктің ең үлкен бағасын көрді. Еркіндік әдемі, бірақ жылусыз болса суық. Бостандық қызық, бірақ жақының болмаса ол да бос. Сен қалағаныңды істейсің, бірақ соны бөлісетін адам болмаса дәмі де жоқ. Ал анасының жолы бұл фильмдердегі ең ауыр, ең шынайы жол ана жолы. Өйткені ана баласын жоғалтқанын түсінген сәтте бүкіл әлем тоқтап қалады. Оның көзінде бір ғана мақсат қалады: балама жету. Ақша ма, ұят па, шаршау ма, бәрі екінші орынға түседі. Ана махаббаты осындай, дыбыссыз, айқайсыз, бірақ тауға да қарсы жүретін күш. Және осы екі фильмнің соңында біз бір көріністі қайта-қайта көреміз. Есік ашылады, ана кіреді, бала жүгіреді, құшақтасады. Міне, осы құшақтың ішінде бүкіл жаңа жылдың мәні жатыр. Жаңа жыл от шашу емес, жаңа жыл қымбат сыйлық емес, жаңа жыл амандық, үй, жақын адам, қайта оралу. Біз кейде өмірдің жылдамдығында өзімізге ең жақын адамдарға уақыт таппай қаламыз. Бір сөзге ренжіп қаламыз, ұсақ нәрсе үшін суып кетеміз. Бірақ жаңа жыл келгенде жүрек бәрін қайтадан ойланғысы келеді. Және дәл сол кезде үйде жалғыз қалғанда сияқты фильмдер бізді тоқтатып қояды да жай ғана сұрайды: сенің үйің қайда? Сенің үйің кім? Сенің жылуың қайда? Өйткені үй қабырға емес, үй сені күткен дауыс, сен сағынған адам, сен қайта оралғың келетін жер. Сондықтан бұл фильмдерді көрген сайын біз балалық шаққа қайтамыз. Бірақ тек ностальгия үшін емес, біз өзіміздің бүгінгі өмірімізді де түзету үшін қайтамыз. Анаңа бір қоңырау шалу үшін, әкеңе бір жылы сөз айту үшін, бауырларыңа бір күлкі сыйлау үшін, ренжіме деп айту үшін. Өткені кейде бір ғана жылы сөз бүкіл жылдың бағытын өзгертіп жібереді. Және тағы бір мықты ой: Кевин ұрыларды қақпамен жеңген жоқ. Ол ең алдымен қорқынышын жеңді. Ол мен кішкентаймын деген ойды жеңді. Ол мен жалғызбын деген ойды әрекетке айналдырды. Бұл әрқайсымызға сабақ. Өмірде кейде біз де жалғыз қаламыз, кейде біз де түсініксіз боламыз, кейде біз де қорқамыз. Бірақ дәл сол сәтте ішімізден бір Кевин оянып, мен мұны да өткізем деп тұруы керек. Ал фильмнің ең әдемі жері мейірім. Бірінші бөлімде көрші қарт, екінші бөлімде көгершін әйел. Бұл кейіпкерлер бізге мынаны үйретеді: адамдарды сыртынан бағалама. Ең жылы жүрек кейде ең суық көрінетін адамның ішінде болады. Және сен бір адамға жылы сөз айтсаң, ол адамды құтқарып жіберуің мүмкін. Дәл жаңа жылдың алдында мұндай ойдың өзі үлкен сыйлық.
Достар, міне осылай. Біз бүгін жаңа жылдық ең сүйікті екі классиканы бірге еске түсірдік. Бірінші бөлімнің үйдегі жылуын, екінші бөлімнің Нью-Йорктағы ертегісін қайтадан сезіндік. Ал енді сіздерден бір ғана өтінішім бар. Егер осы видео сіздің көңіліңізді бір сәтке болса да жылытып, балалық шағыңызды еске түсіріп, жаңа жылдық атмосфера сыйлаған болса, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Пікірге жазыңыздар, сізге қайсы бөлім көбірек ұнайды? Бірінші ме, әлде екінші ме? Және неге? Сіздің ең сүйікті сценаларыңыз қайсысы? Бірге талқылайық. Ал арнамызға әлі жазылмаған болсаңыз, жазылып қойыңыз. Өйткені дәл осындай жылы, мағыналы кино әлеміне жиі саяхат жасаймыз. Жаңа жыл жақындап келеді, достар. Бәріңізге амандық, береке, үйіңізге тыныштық, жүректеріңізге жылу тілеймін. Жақындарыңыз аман болсын, үйіңізден күлкі кетпесін. Ал біз келесі видеода міндетті түрде кездесеміз. Сіздермен болған киношоу кезі келесі кездескенше.